Белгілі әнші Әзілкеш Тұрсынбек Қабатов әлеуметтік желіде тоқалы үндеу жасады. Бұл бір жұмбақ болған еді. Алайда шынымен де рас болып шықты. Әлеуметтік желіде барлық халықтан кешірім сұрады. Менің айтпасқа шарам жоқ. Алайда Мөлдір ханымнан қысым күшейді. Сондықтан сіздерге айтуға бел будым дейді жас қыз. Себебі фильм түсірілгенге дейін үндеме келдім. Арамызда қалады деп келіскенбіз. Бірақ мен Жака Мөлдір ханымнан қысым болып жатыр. Жұмысым тоқтап қалды. Сол үшін бәрін айтып жатырмын деді жас қыз. Алайда осымен дау бітпесе керек және де Тұрсынбектен бала бар екенін де айтар деген үміттеміз. Ал оқырмандар жел болмаса шөптің басы қимылдамайды деген осы екен. Мен мынау дүйім жұрттан, дүйім халқымнан кешірім сұраймын. Себебі мен осы фильмнің шыққанына дейін үндемей отырып, арамызда қалады барлық нәрсе, барлық әңгіме деп біз келіскенбіз, арамызда болады деп. Енді мен жақтан қысым болып жатыр Мөлдір ханымнан. Енді ол қысымды Тұрсынбек те тоқтата алмай отыр. Және мен әрмен қарай шыдай алмаймын, себебі менің жұмысыма кедергі жасап жатыр. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Және менің үндеуіме Тұрсынбек те қарсы болған, бірақ менің жұмысымның тоқтап қалуына байланысты мен осы үндеуімді қара халқыма жіберіп отырмын. Біз негізі фильмді күткенбіз, сосын айтамыз деп.